Тимонтайға ертегі айтып берейін деп жатырмын. Ертегінің аты Асылтас және көлеңкелі жартас ертегісі. Бір кезде биік таулар мен терең ормандардың арасында Асыл есімді кішкентай ауыл тұрды. Бұл ауылдың тұрғындары еңбекқор, бірақ кедей еді. Олардың аштықтан қиналып киімдері жыртылған болатын. Ауылдың ортасында ескі, үлкен ағаштың түбінде аңызға айналған көлеңкелі жартас бар еді. Жартастың ішінде байлық жасырылған, бірақ оны тек адал жүректі, батыл жан ғана таба алады, дейтін аңыз бар. Бір күні ауылға Акацуки есімді жас жігіт келеді. Ол өте күшті, батыл, бірақ өзімшіл болған. Ол Наруто атты аниме кейіпкеріне ұқсап, әрқашан ерекше киім киіп жүретін болған. Акацуки ауылға келіп, көлеңкелі жартас туралы естиді. Ол бірден байлықты табуды ойланады. Мен оны табамын, мен бәрінен де күштімін деп ол өз-өзіне айтады. Акацуки көлеңкелі жартасқа барады. Жартастың кіреберісінде ескі тот басқан есік тұрады. Ол есікті ашпақ болып, бірақ есік қозғалмайды. Акацуки ашуланып, есікті теуіп жұлқылай бастайды. Бірақ еш нәтиже болмады. Ол күшпен еш нәрсе істей алмайтынын түсінеді. Сол кезде ауылдан Жанар есімді кішкентай қыз келеді. Ол өте мейірімді, ақылды еді. Жанар Акацукиге қарап: «Сәлеметсіз бе, аға? Не істеп жатырсыз? Есікті аша алмай жатсыз ба?» деп сұрақ қояды. Акацуки Жанарға қабағын түйіп: «Иә, аша алмай жатырмын. Бұл есік өте қатты», дейді. Жанар күлімсіреп: «Аңыз бойынша бұл есікті тек адал жүректі ғана адам аша алады. Күшпен емес, мейіріммен ашылады», дейді. Акацуки Жанардың сөзіне күлді. «Мейіріммен бе? Бұл не деген ақымақтық?» Бірақ Жанар оған мән бермей есікке жақындайды. Ол қолын есікке қойып, көзін жұмады. Ол ауылдағы адамдардың қиындықтарын, олардың аштықтан азап шеккен жатқанын ойлайды. Ол оларға көмектескісі келеді. Оның жүрегі мейірім мен жанашырлыққа толы. Кенеттен есік сықырлап ашылады. Іштен жарқыраған сәуле шықты. Акацуки таң қалады. Ол Жанарға қарап: «Сен қалай істедің?» деп сұрайды. Жанар айтады: «Мен тек ауылдағы адамдарға көмектескім келді. Менің жүрегім адалдыққа толы болды», дейді. Екеуі жартастың ішіне кіреді. Іште алтын, күміс, асыл тастар толы қазына жатты. Бұл қазына ауылға бірнеше жылға жететін байлық еді. Акацуки көздері шарасынан шығып, қазынаға ұмтылады. Бірақ Жанар оны тоқтатады. «Аға, бұл қазынаны тек ауылға арнау керек. Бұл біздің ортақ байлығымыз», дейді. Акацуки Жанардың сөзіне келіседі. Ол өзінің қателігін түсінеді. Ол тек өзі үшін байлық іздегенін, ал Жанардың адалдылығы мен мейірімі ауылға нағыз байлық әкелгенін түсінеді. Екеуі қазынаны ауылға апарады. Ауыл тұрғындары қуаныштан егіліп, олардың өмірлері жақсарып, үйлері жаңарып, балалары тойып тамақтана бастайды. Акацуки енді өзімшіл болмай, ауылдың қамын ойлайтын болды. Ол Жанармен бірге ауылға көмектеседі. Ол өзінің күшін жақсылыққа жұмсай бастайды. Ауылдағы адамдар оны құрметтеп, оған алғыс айта бастайды. Асыл ауылындағы көлеңкелі жартас енді тек байлықтан емес, адалдық пен мейірімдіктің символына айналады. Ал Акацуки болса, өзінің адал жүрегінің арқасында нағыз батыр атанады. Ол Наруто сияқты күшпен емес, адалдық пен көп нәрсеге қол жеткізуге болатынын дәлелдеді.